Саламатсыздар ма? Бүгін 9-ші сабақ кортеж. Тайпыл. Кортеж дегеніміз не? Жалпы Python бағдарламасында кортеж бұл реттелген және өзгермейтін объектілер жиынтығы. Кортеж тізімдерге ұқсас болып келеді. Басты оның айырмашылығы өзгермейтіндігі. Python кортеждері дөңгелек жақшалармен және үтірмен бөлінген мәндермен жазылады. Көріп отырғанымыздай, мынау кортеждің атауы және сол кортеждегі орналасқан мынау мәндері. Әртүрлі мәндер. Енді бұл жерде айтып өткенде жаңа тізімде қолданылатын бастапқы бізде тізімде қолданған барлық амалдарды дәл осы кортежге де қолдануға болады. Бірақ тек қана оның ішіндегі жаңағы айырмашылық және ол басты нелерін өзгерте алмайтындығымызда. Және тізімнің орнына кортежді пайдалану себептері. Әдетте бірге жататын объектілер үшін қолданылады. Гетерогенді әртүрлі деректер типтері үшін кортеж және біртекті ұқсас типтер үшін тізім қолданылады. Кортеж өзгермейтін болғандықтан кортеж арқылы жүгіру тізімнен жылдамырақ болады. Өздерінің өзгермейтін элементтері бар кортеждерді сөздіктің кілті ретінде пайдалануға болады. Бұл тізімдермен мүмкін емес жағдайлар болады. Енді жалпы практикаға көшейік. Біздер алдыңғы сабақта білесіздер, иә? Мысалы, тізімді кез келген А деген немесе басқа да атаумен, иә? Мысалы, алма деген тізімді жасайтын болсақ, біз тік жақша жасайтын едік, иә? Тік жақшаның ішіне әртүрлі мәндерді енгізетін едік. Ал енді бұл тізім болып саналғандықтан біздер қазір кортежді қалай жасаймыз? Кортеждің айырмашылығы былай жақшамен жасалады. Тізімде тік жақша болса, кортежде кәдімгі жай жақша болып есептеледі. Енді осы жақсы. Мына жерде А деп ала берейік. А деген кортеждің ішіне әртүрлі сандарды енгізіп көрейік. 8, 9, 0, 6 деп енгізіп көрейік. Бұл тізімдерді кәдімгідей экранға принттің функциясы көмегімен экранға шығара аламыз. Және де бізге керекті элементін де шығара аламыз. Ол үшін тік жақшамен қай элементті шығарғымыз келеді? Мысалы, мен 9 деген санды шығарғым келсе, алдыңғы сабақта өтті, 0, 1, 2, 3. 3 деген индексті жазсақ қана болғаны 8 деген санымыз шығу керек. Көріп отырғанымызда 8 деген сан шықты. Енді ары қарай біздер тағы да ұзындығын мына А берілген кортеждің ішінде ұзындығын табу үшін len-нің көмегімен табамыз. Len-нің ішіне А деп жазсақ, және осы кортежіміз қанша сан енгізілген ұзындығын анықтау мақсатында 7 элементтен тұратындығын көрсетті. Және де тағы да for оператормен қолданып көрейік. For I in дейміз, А-ның ішіндегі барлығын жекелеп экранға шығар десек, айды жазсақ, сондай амалдарды қолдануға болады. Көріп отырғанымыздай, жекелеп for оператормен шығарып берді. Және де бұл бір жолдың бойымен жазатын болсақ, алдыңғы сабақта өткенде endті қолдансақ болады.
мындай амалды қолдануға болады. Енді for оператормен шығардық. Енді біздер while циклдық оператор. For да циклдық оператор, while да циклдық оператор. Енді while да қалай шығарамыз? Бастапқы біздер I мәнін теңей болатын еді нөлге. Себебі счетчиктің бастапқы мәнін бірден беруіміз керек. Сосын while деп жазамыз. Сосын ары қарай I кіші болса, мына берілген ұзындығына қарай салыстырамыз. А кортежіндегі I кіші болса, онда сен орындайсың, мен орындайды. Экранға шығарады. I-ды жолдың бойымен and тең деп алсақ. Содан кейін бұл цикл жұмыс жасау үшін I-дың мәнін істейміз. I-ға бірге арттырып отырамыз. Bir қадамға арттырып отырамыз. Бұл кезде бізде не шығады? Бұл жерде байқағаныңызда, бұл жерде элементтер емес, индекстер шығып кетті. Онда біз мына жерде өзгеріс енгізсек болады. I-ды емес, A-ны шығарсақ. A-ның I-ншы элементтерін шығарсақ, онда көріп отырғанымыздай A кортежіндегі орналасқан барлық мәндерді шығардық. Бүгінге осы кортеж бен тізімнің айырмашылығын түсінді деп ойлаймын. Кортеж жалпы айырмашылығы басты нелер өзгермейтіндігінде, ал тізімде оның ішіндегі алып тастау, қосу, немесе элементтерін жою, түрлі амалдарды орындай берсек болады.